Ресми ақпарат бойынша Америкада түрлі себептермен 80 мыңға жуық қазақ тұрады. Лос-Анджелесте менің ойымша шамамен 2 мыңға жуық қазақ бар. Американың тыныс тіршілігін осындағы қазақтардан сұрап білейік. Барлық жағынан екі түрлі. Қазақстан өзіміздің еліміз. Бірақ ол жақта жұмыс жасау шынымен де қиын. Мына жерде біз қазір жұмыс бастадық, бұл жерде де оңай емес. Нету такого, чтобы все было идеально. Артық балдарға жақсы, комфортно, опять же, бірақ та сабақтары нашар. Бір направлениеде балдардың математикасы, сосын ешкімге жанашмайды. Осындай нәрселер. Оңай емес. Америка бір керемет емес. Тут надо как ешак пахать, в прямом смысле слова. Адамдарға деген жағдай жақсы жасалған, мен соны айтар едім. Сосын тағы да бір ол жол, көліктерге арналған жол несі? Қалай? Инфраструктура. Ой, кемшіліктері көп, жалпы өте лас. Енді кішкентай жақты қалаларды білмеймін ғой, енді біз тұратын үлкен қалаларды айтатын болсақ, өте лас жерлері көп, үйсіздердің саны өте көп, сол жағы кішкене қиындау. Социальный жағы да выше, чем Қазақстан қарағанда, жоғары деңгейде жасалған. Және де өмір деңгейі де бұл жерде жоғары деңгейде деп ойлаймын. Ойлаймын емес, даже есть по факту. Даже мен қазірдің өзіне сабақтан келе жаттым, оқудан да. Маған қалаған оқуымды тегін күйінде өкімет төлеп беріп оқытып жатыр. 5 жылға дейін қалаған оқуға түсіп оқи берсем болады. Даже медицинский болсын. Бұл жерде, мысалы, медицинский бұл жерде 1 жыл ақысы $28 000 жоғары тұрады. Ал бұл жерде бізге коммунити, мысалы, государственның несімен федеральный тегін оқытып жатыр, да? А Қазақстанда ондай жоқ, мысалы. Мен қосыламын. Қосыласыз ба? Иә. Дәл-ме-дәл? Иә, қосыламын. Мен ұстар тек бомждар көп. Бомждардың көптігін ұнатпайсыз, Иә. Артықшылығынан қарағанда кемшілігі көп екен Американың. Чем бәрібір туған елімізге жетпейді өзіміздің. Америкада жалпы көбісі ойлайды, өмір сүру оңай деп. Оказывается, олай емес екен. Қандай кемшілік? Кемшіліктері сол, бұл жақта тіл жағы қиын, білмесең. Сосын жұмыс жағы кішкене қиындау. Енді бәріні қызықтыратын жалақы, бірінші очередте жалақы жағынан бұл жақта аптасына төлейді, керемет. Артықшылығы сол возможность қой. Қандай бар? Бірақ жұмыс жағынан, даму жағынан, бірақ Қазақстанға жетпейді. Қазақстанда андай спокойствие бар да, жан дүниеңде. Мында всегда напряженка.